Кейбіреулері нан илеп жатқанда мына жақтан ыңылдатып радионы қойып қояды. Сөйтетті секеңдеп жүріп ананы істеген болады. Енді оның орнына Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху Акбар деп зікір айтып, ананы илеп болғанша бір сыпыра зікір айтуға болады. Сөйтіп оны дайындап, бисмилла деп қазанға салып, ас пісірсе, оны көшеден біреу келіп жемейді, нәсіп болғаны болмаса. Арасында қонақ біреулері болар, өзінің бала шағасы, өзінің туыстары анан жейтұғын. Сондай әзірлеген тағам сіздердің бойыңыздағы талай жаман нәрсені қуып шығады. Кейбір ауру сырқауларға ем болады.